Тамашалар, рұқсат етсеңіздер, біздің ортамызда Ақжауыпты аяулы анамыз тұр ғой. Осы біздің Дулат ағамыздың аяулы анасы. Шешесін барлығын жинап алыңыздар. Одан кейін барып қазір тосқа шыққан кезде жаңа құдалар арнайы өздерінің алып келген кәделерін көрсете жатар. Ал дәл қазір шашу! Қадамдарыңызға гүл жаусын. Осы ескі санчық. Осы жерде отырған ағайын туған бөтен адам жоқ болса. Ал енді сіздердікі әйел азаматшалары сөз табыстаймыз, маңдайынан сүйеміз, иә? Сіз маңдайынан үш рет, сіз 4 рет. Зато қызыңызға дұрыстап қарайын. Ал кетті. Жақсайда, жақсы күнде Алла қабыл етсін деймін. Үлгіреген Диана қызымызды бізге мәпелер өсіріп бергендеріңізге мың алғыс, басын деймін сіздерге. Алла разы болсын. Осы көзге көрінген бала шағамыздың қуанышын бірге бөлейік, бірге тойлайық. Енді ең жақын туыстың бірі сіздерсіздер бізге өте қуаныштымын. Қандай көз тойғандай отбасысыздар. Алла көзден сақтасын. Диана қызым бізге ибалы, инабатты келін болсын. Мен Сұлтаннан бірінші жақсы көрдім Диана. Мамасына сәлеміміз алып кеткен. Дұғамызды айтып, бетсіз басып кеткеніміз міне Алла тағала қабыл етті. Аллаға сұрапсыз шүкірлер болсын осы күнге жеткізген. Мың алғыс, халқыма мың алғыс, екеуінің тілеуін тілеп, екеуінің тілеуін тілеп, баталарын беріп жатқан Ақжауыпты аналарымыз қаншама жан теріп болып кетті. Рахмет, халқыма рахмет. Мені де естейтін шығар осы жерде бір. Халыққа мен басымды иемін, рахмет. Халқым аман болсын, Алланың бір есімі халық дейді ғой. Сол халқымыз аман болсын, жеріміз тыныш болсын, бала-шағаларымыз өсіп, өніп, солардың қызығына тоймай жүре берейік. Тойымыз тойға бассын. Мына алда келе жатқан тойларымызды аман есен атқарайық. Рахмет сіздерге. Мына сый құрметтеріңізге рахмет. Разымыз. Тамаша. Бүгін ерекше күн. Кеше ғана бала секілді еркелеп жүрген Диана енді өз теңін тауып, жаңа өмірге қадам басуда. Сырға салу жай ғана дәстүр емес, бұл қыздың бой жетіп, басқа әулетке аманат етілуінің белгісі. Диананың жүрегі толқынысқа толы. Ол ата-анасының мейірімді жүзін, анасының көзіндегі қимастық пен әкесінің мақтанышын көріп тұр. Бала күннен естіген қыз, қонақ деген сөздің мағынасы дәл бүгін тереңірек сезілуде. Қалыңдықтың құлағына тағылған сырға, оның ендігі жерде басқа әулеттің келіні атанғанының нышаны. Туған туыс, үлкендер ақ батасын беріп, жаңа өміріне сәттілік тілеуде. Диананың ойында сансыз сұрақ бар. Мен жаңа отбасыға сіңісіп кете аламын ба? Барлығы қалай болады? Бірақ жүрегінде сенім бар. Ол сүйікті жарының жанында, ата-анасының ақ батасын алып, бақытты болуға қадам басып келеді. Той жалғасуда. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, министрі Сербия сыйлығының лауреаты, неповторимая женщина, красивая, умная, тем более Сұлтанның енесі. Мазалыңызда, бүгінгі кештің иесі, алдарыңызда Райгүл Тәте! Мәдениет қайраткері, Сербия сыйлығының лауреаты, Мұхтар Әуезов атындағы театрдың директоры, бүгінгі кештің иесі,
қабаттан. Олай болса, Диананың әкесі Дулат аға! Просто в кадр что рұқсат бересіз бе сырға салуға? Рахмет. Апа күшпен оламын осы кезде. Кет, ары қарай. Шықма. Болды. Гүлсім Құдайберген ғашық бола оқырсын. Қаласалай! Инабатта ибада келім ойнамай, құлағы тек жақсылықты естісін. Анасы жүрген жолменен, әжесі салған ізбенен, өмірдің мәні жұп болу, мақсаты бүгін қыз деген. Деген жақсы өлең шумақтарымен алтындай Диана қызының құлағына сырғасын салып, көз тимесін деп үгісін тағайын. Рұқсат етіңіздер. Қошемет айқайлап шулау керек ағай. Ал енді қош еңгесіне көрімдігін беруге. Ал айнамайындар, рахмет біздің ару ақтуымызды алып шыққандарыңызға, жеңге болғандарыңызға мың алғыс. Маша. Красивая, умная. Тем более сұлтанның енесі. Пожалуйста, бүгінгі кешіңізді алдарыңызға жалғыз ағасы болғандықтан мен ағамды сұрайын қиынға жүрегім қасында апаң екеуің жылап аласыңдар ма? қасында жүрген енді 4 қыз бар ғой, жақын жүрген анам, әйелім, қызым, қарындасым, соны өзім ойлаймын да. Сонда да ең, оказывается, қатты жақсы көретін қарындасым екен. Қызымнан да, әйелімнен де, анамнан да, оказывается. Көп айтпасам да. Маңдайда сүйіп қойсам болады, қарындасым дәл қазір. Сол сіздерге намана сұлтан да солай қастерлейді, сүйеді, жақсы көреді деп үміттеміз. Ең бастысы дұрыс керіс болмасын, тек жақсылық қуаныш болсын. Бізде шағын болсын деп ойладық. Әу баста ең жақындарымыз туған туыспен шектелеміз деп, бірақ кейін жоқ, ана кісілерді шақыруымыз керек, олар да біздің қуанышымыздың куәсі атансын. Бұл қуанышты ол жандармен бөліспесек, ол несіне қуаныш деп, міне осы тізіммен шектелдік. Сіздер бүгін төрімізде отырған біздің әулеттің, біздің отбасының ең жақындары, ет жақындары, сүт бетіндегі қаймақтары өзіңізсіздер. Біз сіздерді барлығынан қатты жақсы көреміз, сыйлаймыз. Әрқайсымызға өте ыстықсыздар. Бір ауыз шақыртуымызды жерге қалдырмай, басқа қалаларда самолетпен, машинамен келгендеріңізге көп-көп рахмет. Ол менің ата-анамды сыйлағандарыңыз, ол біздің отбасын сыйлағандарыңыз. Сондықтан бұйырса той көп болсын, қуаныш көп болсын. Енді қазақта қыз болғаннан кейін бәрібір де қыздың мұраты кету деп жатамыз. Жас 30-ға енді мен таяп қалсам да өте қиын екен негізінде, барлығы мүмкін, ойлауы мүмкін. Туғандарым, жандарым, жақсыларым, достарым, және де келген құдаларым. Кезіктірде жатыма,
сол баланы мінекей енді күйеу бала болды. Құрмет! Жігіт болса құлқандай болсын, қыз болса Дианадай болсын. Жеткісін деп тұрмын. Менің жасыма келгенде өстіп бала шағаларым өсіп өркендеп тұрмысқа беріп үйленіп жатқанда мен сияқты осындай ортаға шығып сөйлеп Аумин. Сезілмесе де көрсетпесек те жүрекке қатты нетіп жатыр. Енді әйел кісілер енді мықты ғой, білдірмейді, может. Папа енді может принимать етеді, как енді болатын зат болғандықтан, беретін зат болғандықтан. Мен жалғыз ағасы болғандықтан бәрібір втройне қиын ба жүрегім. Қасында Папаң екеуің жылап аласыңдар ба? қасында жүрген енді 4 қыз бар ғой, енді жақын жүрген анам, әйелім, қызым, қарындасым, соны өзім ойлаймын да. Сонда да ең, оказывается, қатты жақсы көретін қарындасым. Қызымның да, әйелімнің де, анамның да, оказывается. Көп айтпасам да. Дианаға сырға салынды. Бала күннен ақ отауын армандаған Диана үшін бұл күн ерекше. Үй іші мерекелік көңіл күйде. Анасы қызын бауырына басып, құлағына ақырын ғана сыбырлайды. Бақытты бол, құлыным. Әкесінің жүзінде қимастық бар. Бірақ ол да қызының бақыты үшін бұл сәтті күткен. Жаңа әулеттің үлкендері келіп, ізгі тілектерін жаудырып, Диананың құлағына сырға тақты. Бұл оның жаңа өмірінің бастауы, өз теңін тапқанының белгісі. Кеше ғана ата-анасының қара шаңырағында еркелеп жүрген қыз енді өз шаңырағын көтеруге қадам басуда. Алда үлкен жауапкершілік, жаңа отбасы, жаңа орта. Бірақ Диананың жүрегі сенім мен сүйіспеншілікке толы. Ақ тілектер айтылып, баталар беріліп, салт-дәстүр өз жолымен орындалуда. Осы бір сәт Диананың жадында мәңгі сақталары сөзсіз. Диананың жүрегі толқып тұр. Ол айналасына қарап, өзіне бағытталған жылы жүздерді көреді. Анасының жанары мөлдір, қимастық пен мақтаныш аралас. Әкесі үнсіз, бірақ оның да көңілі толқынысты. Жаңа әулеттің анасы күлімдеп қолын созды. Қызым, енді сен біздің шаңырағымыздың шамысың. Бақытты бол, деді ол жүрек жарды тілегін айтып. Диана басын изеп күлімсіреді. Жаңа өмірге қадам басқанын сезінді. Бұл үйде оны қандай күндер күтіп тұрғанын білмесе де, жүрегі сенімділік пен үмітке толы. Той жалғасып жатты. Ақ тілектер, күмбірлеген күй, шаттыққа толы сәттер. Ал Диана үшін бұл күн өміріндегі жаңа тараудың басы еді. Той қыза түсті. Үлкендер батасын беріп, ақ тілектерін жаудырып жатты. Әжелер шашу шашып, жас келін болашақ өміріне ақ жол тіледі. Диана айналасына қарап, жүрегіндегі толқуды басуға тырысты. Кеш түсе бастағанда ата-анасы оны бауырына басып, «Қызым, барған жеріңде бағың ашылсын. Әрқашан адал, сабырлы бол» деп ақылдарын айтты. Диана көзіндегі жасын жасыра алмады. Бұл қуаныш пен қимастықтың көз жасы еді. Ол ата-анасына туған үйіне соңғы рет ұзақ қарап терең дем алды. Жаңа өмір, жаңа отбасы, жаңа тағдыр. Бірақ жүрегінде бір сенім бар, ол бақытты болады. Себебі бұл оның таңдаған жолы.